Қыздар, бүгінгі тақырып ойма қалта. Ойма қалта деген негізінен костюмдерде болады. Ер азаматтардың костюмінде, әйелдерде классикалық киімдерде болады. Оның әртүрлі болады. Мысалы, ойма қалта көлденеңнен орналасады былайынан. Былай қиғашынан орналасуы мүмкін. Тігінен орналасуы мүмкін былайынан. Біз қазір көп кездесетін костюмдегі көлденең орналасқан ойма қалтаны пішеміз. Мынау бөлік тұрған. Мынау бір костюмның бөлігі деп алайық. Осыған ойма деп тұрғанымыз оямыз ғой мына матаны. Мінекей бүйтіп сызып алайық. Мысалы, қалта мына жерге орналасу керек. Мінекей бірінші орнын сызып аламыз. Сөйтіп, мына бөлшекті кесеміз. Мінекей кестік. Міне ойма деп тұрғанымыз осы бөлікті кестік. Біз алдында жапсырма қалтаны өңдеген кезімізде оны бөлшекке тиіспей үстінен әкеліп жапсыра салғанбыз, иә. Енді бұны өңдеу үшін, мысалы, ойма қалта мына жерге қол сию керек бізде. Мен кішкентай қылып пішіп жатырмын, сендер енді барынша үлкен қылып пішесіңдер ғой. Қол сиятындай өздеріңнің. Енді бұны бүйтіп ойып қойса, ол сетінеп кетуі мүмкін, сосын жиегі қайырылып, ол дұрыс тұрмайды. Сондықтан бұның жиегін жақсылап әрлейміз. Мінекей, мынаны қазір екі жағына қайырып тігеміз ғой. Оған дейін біз мына бөлшекке астар тігіп аламыз. Мінекей, мына жеріне. Тігеміз мына екі бөлшекпен. Мынау негізгі бөлшек, мынау қалтаның астары. Осы екеуін мына жерді қосып, кәдімгі прямой тігіспенен тігіп аламыз. Мінекей, осылай тігіледі бізде. Сосын мынау астары шықты. Мынау жоғарғы жағы. Так, енді бұны өңдеу үшін, мінекей, мына кішкене таспа алдық қой біз, кесіп алдық, иә. Соны мінекей бізде былай тұру керек қалтаның несі. Сол кезінде мына екі бөлшекті қосып тігеміз ғой. Мына екі бөлшекті қосып тігеміз да, сол кезінде ол былай қайырылады. Екінші бөлшегі де солай болып қалады. Бұны кейбір кезінде мына жерде жапырақшасы клапаны болады. Астыңғы бөлікті де солай өңдейміз. Астыңғы бөлікті моделіне қарай дәл былай өңдемей, тек мына жер астында жаңа тігіс тұрды ғой бізде. Сол тігіспенен де қалдыруға болады. Сосын мына екі шетінен кішкене кесеміз. Сол кезде мына жерден кесілген кезінде ішіне қарай қайырылады мынау. Мынаның барлығы тігіске кететін бөліктер. Оның үстіне мына біздің деталіміз түседі, рамка ұқсап. Бұны моделіне қарай әртүрлі қылып, біз енді бүгінгі сабақта бұны қарапайым осы екі рамкалы тілме қалта қылып тігетін боламыз. Осылай дайын кезінде бір-біріне қарап тұрады. Матаның тұйық бөлігі қарап тұрады, тігіс астында кетеді. Мынаның барлығы жаңа, мына жердің барлығы, мысалы, мына жер тілімді ғой, мына соның астына кетеді. Үсті былай тұрады бізде. Ойма қалта.